Так, Ринат, сен ютубқа вообще видео салып жүрген жоқсың, түсінесің ба? Подписчиктер ренжіп жатыр ана жерде. Мен қалай саған креатив режим беремін? Не видео түсіріп жүрген жоқсың, не Майнкрафтта кіріп ауылдың тірліктерін істеп жүрген жоқсың. Сен бала вообще кәдімгі жалқау болып кеттің ғой. Аға, админ, кешіріңізші, өтінемін. Креатив беріңізші. Бұл түсірім видео. Өзім де пландап жүргем негізі. Подписчиктерім сағынып қалған ғой, білем ғой. Өтініш маған қайтарыңызшы. Соңғы шанс берем саған, подписчиктеріңді ренжітпей, күнде видео түсіріп жүр соларға арнап. Түсіндің ба? Болды аға, болды. Әрине, смело. Болды. Креатив бересіз ғой маған? Берем. Ой, рахмет аға. Так, опа. Так, неғып қойық. Мен, ё-моё, енді Майнкрафтқа кіріп мен креативімді алып тастады ғой админ. Ё-моё, бычына. Ұрып тастайын ба? Бірақ ұрып тастасаң креативін қайтадан алады, жарайды. Админ мырза. Наяқтан қазір мен сізге магазинге бір бәлі алып келейін. Аға, сіз осы жақта отыра тұрмасаңызшы, отырыңыз. Так, ё-моё, Майнкрафтқа кірмеген натуре 2 ай болған ғой, прикиньте. Хей, бәріңіз сәлем достар, сіздермен бірге бұл мен Ринат Жотам. Қалайсыңдар достар? Достар, 2 ай бойы мен қаяқта жүрдім. Кәм ютубқа как будто бір 2-3 күн ақ видео салмаған сияқтымын. Сөйтсе 2 ай өтіп кетті достар. Достар, жындым мынау. Бәсе, менен подписчиктер қайта жаза береді. Жетелдер, толып кетіпсіңдер ғой, маған жалпақ болып көрініпсіңдер ма? Или Майнкрафтқа мен көп кірмегеннен кейін ба? Так, магазинге кеттік біз, магазинге барайық. Так, магазинде не бар біздерде? Что там, жетел, оу? Ринат, ой, сен не, тірісің ба не? Чо, мені біреу өлді деді ма не? Жоқ болып кеткенін айтып атқам ғой, просто. Сенің приколың ше осы мен іште бір 12 мүше болады ғой өзі. 12 мүшемнің жарты мүшесі де ше. Күлмейді қойшы, сен прикол айтпай қойшы маған, пожалуйста. Жетел, мынау продуктларың свежий ма негізі? Шаян әке қойсыңдар ғой, базар жоқ. Шаянда админ жемеген. Біреуін алайық. Қарызға жазсайшы, ақша жоқ менде. Тоқтай, Ринат. Жанды, жылай бермеңдерші, не болды? Осы тіліктерін істеп береміз ғой. Просто 2 ай Майнкрафтқа кірмей кеткен болмаса, немене бәле бар? Бүкіл мен жақсылықтарын ұмытып кеткен. Мусорларын бәрін тастайық. Так, админге апарып берген. Қазір енді админді достар шығарып салып, қайтадан видеоны қосатын боламын мен. Әйтеуір дегенде, негізі админ болмаса, менің анаған шамам жетеді, мен оны ұрып тастаймын. Әйтеуір дегенде кетті. Менде ақша жоқ қой. Үйдегі заттар дейлимен айшоқ соғырды қашан келген өзі еді қауысқа? Мұнан тұрғанына біраз болыпты ғой, мен мұнан жаңа админге берейін десеп, админ бір түсіпті. Беті көгеріп, туалетке қашып кеткені бар ма? Қашып кеткенде, енді жүрегі айтып кетті ма, ұзақ тұрғаннан кейін ба, сондай зат болып тұр ғой. Так, ауылда істейтін тірлік жоқ. Сана ауылда грядканы істейді табады, грядка кеттік онда. Ойбай, мұнала жетелер не ақ тұр? Так, что-то не то, грядканың қасында бүйтіп жетелер көп тұрмайын сияқты еді ғой. Жетелдер, қалайсыңдар, жетелдер? Ринат, сен тірісің ба не? Қойынаш осынайды, жіктер. Мен не өліп қалсам бір естейтін жарсыңдар, Ринат өліп қалды, оны деп. Қаяқтан білем, жауап бітті ғой. Жіктер, в общем, не ғой? Неғып тұрсыңдар мына жерде? Грядка тазалайын деп тұрсыңдар ма? Ауылда вообще басқа жұмыс жоқ, грядкадан басқа жұмыс болмай жатыр. Сендер білесіңдер ма? Мына жетелдердің барлығы тұрып ше, сендер мынаны тазалайтын болсаңдар, әр қайсысына бір, максимум 3 теңгеден теді ғой, білесіңдер ма соны? Бізге бәрібір, магазиндегі тауарлардың бәрі қазір 1 теңге. Қой, 1 теңге ма не? Даму. Қазір барып келейінші мен онда. Даму, достар, мен сонда жаңа қарыз дәптерге 1 теңгеге жаздырған мына шаянды, бұл шаян деген жаман қымбат тұратын еді ғой. Морское продукты ғой, короче, теңіздің өнімдері, теңіздің. Жетел, жаңа продуктын мен 1 теңгеге қарыз алдым ма не? Оның құны негізі 1 теңге тұрады, бірақ ол жетелдерге саған 1000 теңге ғой. Қалай 1000 теңге жетелі болмайды ғой түбе? Енді сен ақшаң бар, байсың ғой. Қойшы. Мен құлағында көш. Кел, мен сенің құлағың айтайын, жетел. Мен 2 ай бойы
дым істеген жоқпын, жұмыс ештеңе істеген жоқпын. Сол үшін менде қазір ақша жоқ. Бұрынғы бай Ринат, ойбай, машинасы бар, ешқандай жоқ. Түсінесің ба мені? Қой, сондай мане. Ой, маған жарайды саған да 1 теңге. Давай, адыршы. Деп үстіп емізіп жағдайыңды реттей болмасаң болмайды. Негізі менде сәл ақша бар, бірақ бұрынғы жағдай емес болып тұр да. Сонымен бұларға мен жителдер хотя бы менде қосып аңдар енді жителдер жынды ма? Жіктер енді өзіміз ғой. Қойшы Ринат, адам толып тұр таки. Сендер сонда не? Кәм өздеріңнің бұрын қаншама пайдам тиді сендерге жіктер білесіңдер ма? Осындай кезде сыналатын кездерін кебет сендер сынақтан өтпедіңдер. Хай-лилем, хай-лилай деп жегіз көткенсің ғой, 2020-дағыдай ше. Так, достар, короче, болмайтын болды бұндай темалар. Енді біздерге мэрға бару керек. Так, ауылда мэр бар ма деген сұрақ. Ол мэр көкем-ау. Бұл сыртқа шықпайды, сыртқа шықса да бірден қалаға кетіп қалатын адам ғой. Жарайды, онда біздер қазір кіріп үйге. Так, тариф бармайды менде өзі. Так, мэрға звондайықшы. О, барып тұр. Так, алло, мэр, братан, ассалаумағалейкум, қалайсыз? Бұл кім? Оу, кім дегеніз? Мен ғой Ринат. Ринат, сен өліп қалған жоқсың ба не? Өліп қалған жоқсың ба? Қумаңдар ше? Не көрмей кеткен адамның бәрі өліп қалу керек па? Жынсыңдар ма? Может, мен Кореяға кетіп қалған шығармын жұмыс істеуге Кореяға. Қой, сен заграның жоқ қой. Ой, алған шығармыз? Не? Алсам, сендерге обязательно айтып отыруым керек па? Ойбай, өйстіп заграны алдым мен деп. Жарайды, қойыңызшы. Мэр мырза, сіздің қал жағдайыңызды сұрап, өйтіп ол үшін звондап тұрған жоқпын, оны прекрасно біліп тұрған шығарсыз. Маған керегі сізден жұмыс, ауылдан бір жұмыс тауып беріңіз маған, нормально дегенше. Сол, короче. Грядкаға бар, грядкаға. Ой, грядкасы несі, мэр мырза? Ой, бүкіл ауылдағы ит құстың бәрі грядкада істеп жатыр. Адам басы 3 теңгеден алып жатыр зарплатаны. Не сұмдаған ау? Датавол ма кәдімгі 21-ші ғасырда өмір сүріп жатыр қой. Басқа ауылдарда зарплата 400 500 мың как минимум. Ой, жетеді сол, біздің ауыл арзан ғой. Бір нормальный жұмыс тауып беріңізші, өтініш болмаса мен кетейін ауылдан. Короче, бір жұмыс бар саған. Айта беріңіз. Короче, біздің ауылға көбісі негізі новыйдан көшіп келген жетелдер. Сол жетелдерден, бұрынғы жетелдер ауылдан қашып кетті ма, жоқ болып кетті ма, үштің үйлі жоқ болып кетті. Соларды сен тапсаң, мен саған 3 ай ақшасын беріп, примерно саған 1,5 миллион теңге берем қолыңа. Солар тапсаң ше, мен алма сүйреп алып келсең. Ол сіздің ауылыңызды не деген дұрыс, су жоқ. Не зарплата анау. Қалай болады екен ол? Қашпақ түгіл, мен де қазір қашқым келіп отыр мысалы ауылдан. Жоқ, ойызы нормально еді зарплата. Тапсай. Қоя саған несін ау? Жынды ма мынау? Қайқында ба мен оны? Жарайды, бүгін хотя бы ақшам, хотя бы балық аулап кезем ба деп отыр мен достар. Хотя бы балық аулап келейін онда. Ана жетелдер тап дей ма? 1,5 миллион теңгесі өзіне. Ана жетелдерді мен жүрінен, жетелдер деп. Олар мен жетелдер айғайласам олар келе салмайды ғой, дұрыс па? Іздемеймін мен, жындымаш. Бірақ енді маған ше, жетелдерді қайқын. Мен әйтеуір бір Майнкрафтқа кірем ше, өмірімнің барлығы бір мистика, қалай дейді? Болады ғой, истика ма? В общем, сол. Бүгін, достар, менің қарным аш, сондықтан мен қазір оған балық аулап жейтін боламын. Так, оппа, қармағымыз жібердік. Най. Саған гүл апарам, сырақтарам, алаңдама мен ешкімді жалған сүйіп, жылатпағам. Деп, негізі балықты ше, үндемей, сыбырлап отырып алу керек қоя. Мен яғын бағырып өлей айтып отырып онда. Шешем, балық түсе ма, түсе ма? Так, достар, бір балық түсу керек, достар. Әлтір балықтар көріп тұрмын. Давай, достар. Bir балық келеді. Ұстап, тарт. Мынау менің мұндай балық емес қой, жарайды енді. Мен андай болады ғой. Жататын, бір андай костер, бір сондай мен келушем. Бұл кімнің есінде, достар? Мен бұрын сондай мен келушем ғой, достар. Естеріңізде ма? Қазір вообще тас жоқ енді. Так, хотя бір землядан бір жасап аламыз ба, достар? Земляға бір отыратын ше. Песок қой, құм ғой негізі. Құмда отырып көтім чаң болғанша сәл шөптің үстінде отқан дұрыс ба деп қоям кейде ше, достар. Так, бізге опа, осындай.
Йо. А это что? Достар? Так. Опа. Мынау люк па? Кірмей қойма. Бұн 2 ай болды. Мен қазір ешқандай төбелесе алмаймын. Мына люктың ішіне может жетелдер шықса ше? А может быть бір монстр шықса ше, мен өлтіріп тастаса. Ой, жынды ма? Жауап қоя саламыз ау. Кете береміз ау. Негізі ше керек емес ау, достар. Комментарияға осы отқында жазып жіберіңіздерші. Мен балғымды аулап отыра берейін. Так, тез жазыңдар, достар. Комментарияға күтемін, тез. Жауаптарын күтемін, достар. Кірме, негізі достар сіздерге қызық болып отыр ғой, иә? Ана люкқа кірген. Бірақ мен сәл қорқып отырмын. Сәл емес, негізі біраз қорқып отырмын ана люкқа кіруге ше. Өйткені достар осы уақытқа дейін так, не түсті? Треска дейді. Так, сіздер достар білесіздер ме мынаны? Кезінде мынаның ішінде не болмады, достар? Так, су, ойбай, су кіріп кетті. Жаба тұрайық, достар. Мынаның ішінде кезінде, бұның ішінде заттар қалмап екен. Достар, цунами болған кезде, достар, біз осының ішіне қонатынбыз. Қазір енді шүкір цунами жоқ. Так, жауып кетейік. Опа, бұл жауып кеттік. Так, енді мынаның ішіне бізге кіру керек. Так, алайық, лақтырайық. Так, қайсы нормально атады? Мома. Дробовик, боевой дробовик, любой жерде падает. Ой, мынау ашылмайды ғой? Опа, ну. Достар, ашылды. Может ішінде алтын бәрі бар. Осы уақытқа дейін мұндай жерден біз люк таппағанбыз, басқа жерден тапсақ та. Так. Кірейік шал. Опа. Еба, достар. Жетелдер. Ой, Ринат, сен ба бұл? Мен ғой. Жетелдер, не болған сендерге? Фри. Ыстық қой мына жер. Қалай отсыңдар мына жерде? Ой, Ринат, бізді құтқар ал. Ринат, кейін кеш, қашып кет дейм саған. Не болып қалды? Не болды? Ойбай. Еба. Ой, мынау кім? Мына саған. Хорошо, что менде креатив режим бар. Жетелдер, не болды? Қазір шығар, ё-моё, люкті жаба тұрайын. Так, достар. Так, на люкті былай жаба аламыз да? Опа, жаптық. Жетелдер. Так, опа, не болды? Айтсаңдаршы. Бұның барлығына ана мер кінәлі, мер. Қандай мер? Не айтып тұрсың? Біздің зарплатамызды көре алмай, бүкіл ақшаны өзіне алып қалу үшін бізді осы жаққа қамап қойды монстрлар қасына. Монстрлар? А чё, басқа да монстрлар бар ма не? Я, кезек мердің монстрларын кеп тұрады бұл жаққа. Қой, ана мер ма? Ол маған 1,5 миллион теңге берем, ойбай, жетелдер тауып берсең деп атыр еді ғой? Ол сені қораға кіргізді ғой. Сен тоже қамап тастау ғой. Жұмыс сұрап пең одан? Жұмыс сұрағам. Ой, сен қақпағына түспейді шүкір. Бізді босат аяқтан. Ана монстрлар келмей тұрғанда кетіп қойық. Давай, қазір онда біз мэрға барамыз, жетелдер? Давайте қазір ашам. Так, о, мэр, қалайсың? Жақсы, жетелдер қаяқтан табылды? Қазір тоқта, мэр, оны асықпай айтамын саған. Стив Көкө, полиция Көкө, қалайсың? Ошым әңгіменде былай. Мына мэр көкем, ошым бүкіл ауылды ақшасын қыру үшін, мыналардың зарплатасын бермей қою үшін, мына жетелдерді монстрлардың қолына тастаған. Мен қанша чепел болып кетсем де айтам мен бұны. Осыны қамаңыз. Мынау заң бұзды, жетелдердің өміріне қауіп төнгізіп, бұны қамаңыз. Ринат, мен ештеңе істеген жоқпын, Ринат. Өтірік жылаудың қажет жоқ, мэр. Бүгіннен бастап сен мэр емессің, осы уақытқа дейін қаншама мэрлер ауысты, шаруам жоқ, сен кетесің осы жерден. Ой, бәрібір сен мені адвокатым жалды қаншаға теңге адвокат жалдайтынды білесің ба сен? Шаруам жоқ оған, жетелдер, жандарым сол, бұрынғы өмірлерін сүресіңдер, уайымдамаңдар, кедіңдер ана жаққа қарай, өзім сөйлесемін қазір. Айуан. Мэрдан ешкім күтпет ондай нәрсені, еркекшесі ғой.
Так. Мына жақта біз жерде 3-6 жетелдің былай қарағанда басы тұр. Get out деп жазылып тұр. Get out деген не ол ChatGPT-мен отырғанда. Мынаны қараңыздар достар, мынаның басы жоқ қой мынаның еще. Еба. Жаным ау әшейін. Ана монстрларды маған табу керек достар. Қалай да ше? Ана монстрларды таппасам достар, олар бізді қайтадан ұрлап кетуі мүмкін. Сондықтан оларды бар кезінде олардың бытшын шығаруым керек мен достар. Онда достар, осымен видео аяқталды. Келесі видеода ертең шығады деп ойлаймын енді достар. Сіздермен бірге болған Ринатчик. Давайте достар. Пока-пока. Чао.